Қазіргі кезеңде әлеуметтік желілер адамзат өмірінде үлкен рөл атқарады. Әсіресе карантиндік жағдайда интернет желісін пайдалану қажеттілігі еселей түсті. Білім беру, қызмет көрсету салалары толығымен цифрлық форматқа ауысты. Бүгінгі күні интернетке кіру үшін компьютер, ноутбук болу шарт емес. Интернетке қолжетімділік күннен күнге мобильді бола түсуде. Құрметті оқушылар, ата-аналар, мен сіздерді әлеуметтік желілерді дұрыс пайдалану ережелері, қауіптер және оларды алдын алу жолдарымен таныстыратын боламын. Әлеуметтік желі адамдардың бір-бірімен мәлімет алмасып, қарым-қатынас жасауына арналған платформа, онлайн қызмет немесе веб-сайт. Әлеуметтік желіні пайдалану үшін сізге аккаунт ашу қажет. Аккаунт құру кезінде өзіңіз жайлы жеке ақпараттар талап етіледі. Әлеуметтік желіні пайдалану кезінде сайт сұраған мәліметтерді жан-жақты